Сәлем достар, сіздермен бірге Қарлығаш, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте оңай шоколадты финики жасаймыз. Бізге қажетті заттар ол финики, миндаль, қара және ақ шоколадтар. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кез келген шоколадты алуға болады. Және кондитерлік қапшық қажет болады. Ең алдымен миндальдың сыртын тазалап алу қажет. Ол үшін ыстық қайнаған суды құйып 5 минутқа қойып қоямыз, сонда сырты жақсы ашылады. Енді финиктардың ішіндегі дәнектердің барлығын алып шығамыз. Финиктардың дәнектерінен тазалап болған соң, оның ішіне миндальдардың барлығын салып шығамыз. Енді финиктардың барлығын бір бетін шоколадқа қанатып, мұздатқышқа 10 минутқа салып қоямыз. Міне мұздатқыштан шығардым. Енді екінші бетіне де шоколад жақсаңыздар болады. Мұздатқышқа тағы да 5-10 минутқа қойып қоясыздар. Міне шоколадтар толығымен қатты. Енді бетін сәндесеңіздер болады. Өздеріңіздің қалауларыңызбен әртүрлі шоколадтармен, посыпкалармен сәндесеңіздер болады. Өте дәмді әрі пайдалы, тәтті. Сондықтан да міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк қоюды ұмытпаңыздар.